Саламатсыздар ма? Мен Шетпе гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 11 сынып жетекшісі Аманқосова Сандуғаш Есенбекқызы. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауына сабақтан соң номинациясы бойынша кітап оқу ақыл тынысы атты идеямды ұсынғым келеді. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен Әлішер Науаи. Менің идеямның мақсаты қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Қаншама технология шықса да, бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Өскелең ұрпақты рухани адамгершілікке, өз елінің патриоты болуға шақыру, көркем әдебиеттегі отбасы үлгісі мен оқушылардың өз отбасы үлгісін байланыстыру, өзектілігі. Қазіргі таңда балалар ата-әжесінің, ата-анасының тәрбиесімен емес, телефон тәрбиесімен өсіп келе жатыр. Көркем әдебиет оқитын балалар жоқтың қасы деуге болады. Сондықтан оқушылар оқыған шығармаларындағы отбасы тәрбиесін үлгі ете отырып, өз отбасыларының құндылықтарын көрсету. Нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығы. Кітап оқу бұл тек бос уақытты қызықты өткізу ғана емес, сонымен қатар тұлға болып қалыптасуға орасан зор көмек ететін өте пайдалы іс. Кітапты жүйелі оқу арқылы есте сақтау қабілетін арттыруға болады және отбасы тәрбиесімен салыстыра отырып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіреді. Қазіргі таңда техника мен технология қарыштап дамыған заманда кітап оқушылар саны күрт төмендеді. Сондықтан қазіргі жастар мен балалар өз ойын толық жеткізе алмайтын, сөйлеу қабілеттері төмен болып өсіп келе жатыр. Осы идеям арқылы сабақтан соң бос уақытында кітап оқушылар санын көбейткім келеді. Осы мақсатта отбасы құндылықтарын дәріптейтін кітаптарды таңдап алдым. Жоспармен таныстыра кетсем, алдымен сыныбымның оқушыларына ай сайын отбасы мүшесімен байланыстырып талдауға кітап беріп отыру, оқушылар оқыған кітаптар мен отбасы құндылықтарын салыстыру, кітап оқыған оқушылар арасында Google формуспен тест жүргізу арқылы және салыстыра талдауларын тыңдап, үздік оқушыны анықтау, үздік оқушыны жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін мектеп жетістіктер бастауы қорытынды шарасында марапаттау, одан ары қарай жобаны мектеп оқушыларына таныстырып, кітап оқуға қызығушылығын арттыру және аудан көлемінде жобамды таныстырып, жазғы демалыс кезінде отбасымен кітап оқуға шақыру. Енді осы берген кітаптармен таныстыра кетсем, ең алдымен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы. Бұл эпопеяда зере әжелердің үлгісі, мейірбан әже немерелердің ішінде Абайды ерекше жақсы көріп еркелеткен, оны бала күннен өлең жырға шыңдап ақынның болашағына үлкен әсер еткен, яғни Абайдың Абай болып қалыптасуында осындай үлкен тұлға болып өсіп жетілуінде әжесінің орны бөлек. Оқушылар Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқи отырып, зере әже мен өз әжелерін салыстыра отырып, әже тәрбиесі бала өміріндегі ата мен әженің алатын орнын талдайды. Оқушының салыстыруына тоқталсам, ата-әжем үйімнің қазыналары, көпті көргендіктен өз ақылдарын әрқашан айтып тәлім тәрбие берген жандар, мен ата-әжемді ерекше жақсы көремін деген екен. Келесі шығарма Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасы. Әкемнің қызғаншақтық, бақталастық дейтін қу мінезі жоқ, қолы ашық кісі болған, бары болса кісі шақырып той томалақ өткізуге құмар болып тұрар еді. Дүние мал жеуді жек көретін, әкем базардан қайтқан күні біздің үйде кішігірім той сияқты жиын болатын, қоржынның екі басы базарлыққа толып келеді, сонда өрік мейізге бір тойып қалатынбыз деп әкесінің осындай сағынышпен еске алса, оқушылар осы шығарманы оқи отырып, өз әкесінің бойында кездесетін қасиеттері мен жақсылықтарын салыстыра талдайды. Оқушының талдауына тоқталсам, әкемнің орны мен үшін қашанда бөлек, әкем көбіне жұмыста болады, үйге келген уақытта барлығымызға көңіл бөліп, уақытымызда қалай өткенін білмей қаламыз. Келесі шығарма бұл Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша шығармасы. Бұл шығармаға арқау болған жазушының балалық шағы болса, ал бас кейіпкері анасы Айша. Бұл Айша аналардың үлгісі, балалар үшін барлық қиындыққа шыдап, мейіріммен тәрбие беріп еңбекке шыңдаған асыл ана. Оқушылар осы шығарманы оқи отырып, Айша ана мен өз анасының бойында кездесетін құндылықтар, ерекшеліктерді талдайды. Оқушының талдауына тоқталсақ, менің анам әрқашан мені қолдаған адам, біз көп балалы отбасының балаларымыз, солай бола тұрсақ та барлығымызға көңіл бөліп, ешқайсымызды бөліп жарған емес. Келесі шығарма бұл Сайын Мұратбековтің Жабайы алма шығармасы. Бұл шығармада балалар арасында қарым-қатынас ерекше суреттеледі. Әсіресе Нәзира әпкесімен болатын бөлімдер өте қызық. Яғни соғыс жылдарындағы бауырлардың бір-біріне қамқорлығы өте керемет суреттелген. Бұл шығарманы оқи отырып, бауырлардың адам өміріндегі алатын орнын, маңызын талдайды.
Оқушының талдауына тоқталсам, мен көпбалалы отбасының қызымын, бауырларым көп. Расымен де бауырларымызбен қанша ұрсып бір-бірімізді ренжітсек те, ол реніш көп уақыт өтпей ұмыт болады, қайтадан күліп ойнап жүре береміз. Мен бауырларымды шексіз жақсы көремін. Келесі шығарма бұл Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасы. Бұл туындысында шағын ғана қырғыз ауылында алғаш рет Дүйсен мектебі деген атпен белгілі оқу орнының тарихын баяндайды. Бұдан тәлім-тәрбие алып өскен Алтынай қазіргі таңда көпшілікке мәлім профессор атанған, яғни өзінің осы дәрежеге жетуіне Дүйсен ұстазының еңбегінің зор екенін көрсетеді. Оқушылар осы шығарманы оқи отырып, ұстаз бойындағы құндылықтар, оқушымен байланыс, ұстаздың адам өміріндегі алатын орнын салыстыра талдайды. Оқушының талдауына тоқталсам, менің ұстазым менімен құрбыдай сырласады, түсінігі мол, тек білім нәрімен сусындатып қана қоймай, бізді қолдап ақылын айтады. Жобаның практикалық кезеңі алдымен сыныбымның оқушыларына ай сайын отбасы мүшесімен байланыстырып талдауға кітап беріп отырдым. Оқушылар оқыған кітаптар мен отбасы құндылықтарын салыстырды. Ата, әже, әке мен ана бауырларының бойында кездесетін қасиеттерді шығармалардағы кейіпкерлермен байланыстыра талдады. Өзім де кітаптардың ішінен отбасы құндылықтарымен бірге қызықты жерлерін баяндап бердім. Нәтижесінде сыныбымдағы оқушылар кітапты жүйелі түрде оқи бастады. Оқушыларға кітап оқуға белгілі бір уақыт берілді. Уақыт өткен соң кітап оқыған оқушылар арасында Google формаспен тест жүргізілді және салыстыра талдауларын тыңдап үздік оқушыны анықтадық. Бұл кітап оқымаған оқушыларға да әсер етіп, басқа оқушылар да келесі айдан бастап кітапты жүйелі түрде оқи бастады. Нәтижесінде үздік оқушыны жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін мектеп жетістіктер бастауы қорытынды шарасында сахнаға шығарып марапаттап, сыйлықтар ұсындым. Қорытындылай келе, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтқандай, кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғылымның қайнар бұлағы, білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбиелік құрал. Ал отбасы жеке құндылықтарды қалыптастырудың қайнар көзі, тәрбиенің бастауы. Әр үйде балалар санасына ұлттық құндылықтарға деген көзқарастарды, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарды, даналық сөздерді, тәрбиенің жоғарғы үлгілерін сіңіретін де отбасы. Жастай берген тәрбие жас шыбықты игендей деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, адамзат бойына жас кезінде отбасының берген тәрбиесі дұрыс қалыптасуына, болашақта тұлға болып жетілуіне маңызы зор. Осы негізде оқушы бойына көркем әдебиеттер арқылы құндылықтарды сіңірсе, жаңа Қазақстанның рухани бай көшбасшысы тұлға болып қалыптасары хақ. Назарларыңызға рахмет.